Көп рахмет. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Рахмет сізге, өргеніңіз өсе берсін. Енді бүгін дәл осы концертке дейін Розаның әндері деген байқау өткен болатын. Жаңа ғана осы жерде тең жарымыңыз сол байқауда болған шығарсыздар. Енді қалған көрмеген азаматтар Айжан шығып сол әнін айтып берсінші деп қолға салып жатыр екен. Мен ортаға бүгінгі байқаудың жеңімпазы Айжан қыздарыңыз шақырым келеді. Құрмет қошеметтеріңіз. Қазақтың елі қара домбырасы менен қара қызы келіп тұр. Бұйырмас бізге толық бақ, жан қалқам бекер жолықтық. Жадау бір күйге түстім ау, жанымнан артық көріп қап. Жетелеп кеткен арманғай, арқада салған ән қандай, жанымның шөлі қанғандай. Жаным, 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 әніме әсем салғандай, елітпей қалған жан бармай, қаладау сол ән жалғанбай. Жаным, 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 сағынсам қалай жетермін, желкенін мұңның көтердім. Сен мені қиып кетерсің, мен күйреп қалады екенмін. Жетелеп кеткен арманғай, арқада салған ән қандай, жанымның шөлі қанғандай. Жаным, 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 әніме әсем салғандай, елітпей қалған жан бармай, қаладау сол ән жалғанбай. Жаным, 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 қаладау сол ән жалғанбай. Жаным, жаным, жаным. Осы қазір тыңдайтын әндеріңізді айтуға тиіс болып тұрмыз, өйткені бағана әңгіме барысында айтып өттік. Ата-анам өнерпаз болған деп, бүгін сол кісілер бір аунап түсіп жатқан шығар. Менің осы жерде анамның туған сіңілісі келіп отыр, Фарида деген. Сол кісіге алғысым өте шексіз. Ол туысқандықтың ғана алғысы емес ағайын. Нағаш әпкем, одан да бұрын мен риза болатыным, маған осы өткенде бір екі дәптер әкеліп берді. Мен анамның бір-ақ түйір өлеңін білеттіғым, ұлыма хат деген. Менің анам марқұм 8 жылдай емханада жатты. Денсаулығына қарамай, тума десе де бір-біріне сеп болсын деп біздерді дүниеге алып келген. Сол 8 жыл жатқанның арасында үйге келіп тұратын еді. Сол бір жылы 11 ай бойы гипсте жатты, ешкімді кіргізбейді, шығармайды. Сол 11 ай гипсте жатқан кезде маған газет арқылы өлең жолдаған, ұлыма хат деп. Мен ол кезде 9-10 жасар баламын. Әлі есімде пештің түбінде жылап отырып оқығам сол өлеңді. Сол өлеңге кейінірек менің өкілінім қазалылық Серік Отарәлиев деген бауырым ән жазды. Сол әнді ғана, өлеңді ғана білетінім. Өткенде осы Фарида әпкем маған 2 дәптер әкеліп берді. Анаң осыны аманаттап кетіп ет кезінде, балам 25-тен асқасын берерсің деп. Сол кезде оқып өлеңдерді, 30-40-тай өлең қалған екен. Анамның жан дүниесін, бізді қалай жақсы көргенін түсініп, азанға дейін оқып, өз-өзімен егіліп,
үлкен бір арман болды, Құдай қаласа, анаммен өзімнің өлеңдерімнен кітап шығарам деп. Енді әуел алла 2019-дың басты жаңалығы сол болады шығар деп ниеттеніп жатырмыз. Енді осы ұлыма хат деген әнді өзім орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Кішкентай жігітім ау, ұлым менің, анамды сағындың ба күнім менің, аялы алақанды аңсадың ба, жол қарап күте шаршадың ба. Жас толып жаутаңдаған жанарыңа, қызға да қамыға қарадың ба, қызға да қамыға қарадың ба. Сағыныш сызы баттау жүрегіңе, тағдырдан мен осыны тіледім бе, төрткүлдің ішіндегі бір шыбығым, анаңда сағынды ғой сені күнім. Жаның жас толып жаутаңдаған жанарыңа, қызға да қамыға қарадың ба, қызға да қамыға қарадың ба. Жаутаңдаған жанарыңа, қызға да қамыға қарадың ба, қызға да қамыға қарадың ба. Кішкентай жігітім ау, ұлым менің. Ай бітпеңіздер ағай. Бетімден сүйіп қатып жұбатып атқаны ғой. Сахнада сүйген басқа екен де, бірақ рахмет сіздерге.
Айып етпеңіздер ағайын. Әкем көргенде соятын еді. Әкемнен қаталдық пен мықтылықты үйренгем. Анамнан мейірім мен жұмсақтықты үйренгем. Осы әке туралы айтқанда, босамай ана туралы айтқанда шыдамай кетті ағайын, айып етпейсіздер. Енді келесі тыңдайтын әндеріңіз жаңа сіздерге өнер көрсеткен Жарасқан Төлебай деген бауырым бар, інім бар. Сол бауырымның әніне жазылған өзімнің сөзім Алыстадым амалсыз дегеннен қабыл алыңыздар. Сізде екеумізде кеттік мүлде хабарсыз, қалай келем, қалай көрем, жүректегі жанарсыз. Әппақ арман жас баладан, айнымайсыз алаңсыз. Сонықтым ба, қорықтым ба, оны өзіңіз қарарсыз. Ай, мүмкін мені бұл күндері болымсызға баларсыз. Сіз бір ғажап, ал мен азап, алыстадым амалсыз. Жас баладан, айнымайсыз алаңсыз. Сонықтым ба, қорықтым ба, оны өзіңіз қарарсыз. Сонықтым ба, қорықтым ба, оны өзіңіз қарарсыз. Әппақ арман жас баладан, айнымайсыз алаңсыз. Сонықтым ба, қорықтым ба, оны өзіңіз қарарсыз. Алыстадым амалсыз. Құрметті жанашырлар, маған салса бәріңіз сахнаға шығарып, тілек беріп, рахмет айтар едім. Бірақ енді біз уақытқа бағынамыз, уақыт бізге бағынбайды. Концертті аяқтауға жақын тұрмыз. Енді сіздердің рұқсаттарыңыз болса, мені шақырмады демеңіздер. Баршаңызға үлкен рахмет. Жан-жақтан, әр тараптан, шар тараптан келіп отырсыздар. Сонау қасиетті Түркістаннан да менің ғалым әпкелерім келіп отыр. Астанадан, жан-жақтан ағаларым, бауырларым. Бәрін айтып өтуге мүмкін болмай тұр. Той жасаған адамнан ақыл сұрама дейді. Менің алғашқы тойым үлкен қаладағы. Сондықтан кем-кетігіне кешірмен қарарсыздар. Бірақ рұқсат болса, ғалейхиссалам пайғамбарымыз айтып кеткен екен хадисінде, әкең мен анаң және ұстаз үшеуі бірге тұрса, бірінші мұғалімге сәлем бер дейді. Өйткені ата-ананың өзі ұстаздың алдында борыштар деген екен. Сіздерден рұқсат болса, сонау Сырелі-Жырелінен арнайы Қазанғап атындағы музыкалық колледжден, сол колледждегі өресі биік, ақ жүректі менің ағайларымның, апайларымның ақ тілегін арқалап келген. Менің осы халық аспаптар бөлімінде маған сабақ беріп, қазіргі таңда мысалы баянда домбыраны, гитараны дегенде жеті аспапты ойнауыма үлкен ұстаздық жасаған Ахметов Нұрадин Берланұлын ортаға шақырым келіп тұр.
Мына қадірлі қонақтар, өнерсүйер қауым, мына өмірдің өлшемі уақыт сөздің ең жақсы бақыт деген сөз бар. Сондықтан да өзі бақыт деген білесіздер, мына домбыраның шанағында, баланың қабағында, мына аналардың табанында, әрине арқа сүйейтін осындай ағай туысқар әпкелердің барында дейді. Сондықтан да жаңа енді Фарабиді қазақтың ерке қызы Розадай әпкелерін кеп гүлін алып жатыр. Нұрболаттай мына жаңағы Жанболат келіп маңдайын сүртіп жатыр. Енді таудай талап бергенше бақтай бармақ бер деген, бұдан артық қандай бақыт керек Фарабиге. Мына енді үлкен классиканың биік шыңына шыққан Ростропович деген дирижер, композитордан бір енді журналист сұрап жатыр да, өнердің биігіне шыңына қалай шығуға болады деп, шыққан қалай деп. Сонда ол кісі айтады, бойыңда табиғат Алла берген талант болса, өнер болса, маңдай терінің арқасында өнердің биігіне шыңына шығуға болады дейді. Бірақ ең қиыны сол биіктікті ұстап тұру деген екен дейді. Мен сондықтан да Фарабидің осындай өнердегі Розадай әпкелері барғанда, жаңадай серікті достары болғанда, Жанболатпен жазда өнердегі барлық осындай өнердегі үлкен әпкелер, ағалар барда, бұл биіктікті әрі қарай кететініне мен толық сеніммен ұстаз ретінде айта аламын. Сондықтан да енді сыр елінен келгеннен кейін қай кезде осы баталы қазақпыз ғой. Мен осы Фарабиге берген бір кішкентай батам болсын. Мына өзің аты Әл-Фараби, Әл-Фарабидің басын берсін, Жамбылдың жасын берсін, жолбарыстың жүрегін берсін, жортқан елдің білегін берсін, Жүсіптің дидарын берсін, Мұхаммедтің иманын берсін, даланың кеңдігін берсін, Әзірет Әлінің ерлігін берсін, Әміренің әнін, Сәкенің сәнін, Құрманғазының күйін, Қажымұқанның қайратын, Исатайдың айбатын, Абылайханның байрағын, осы жанымдал, малымдал, абыройын болмаған қазақпыз. Абыройын биіктей берсін. Аумин деймін. Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет ағай. Осындай батадан кейін, халықтың қолдауынан кейін, енді біздің еңбек етпеуге хақымыз жоқ. Екі есе күшпен Құдай қаласа, сіздер үшін, өнер үшін қызмет қыламыз. Ал енді келесі тыңдайтын әндеріңіз Әппақ арман деп аталады. Ән сөзін жақсы жаманды өзіміз жазып едік. Қабыл алыңыздар. Әппақ арман. Шын көңілмен шаттан алған кездер қайда, біз екеуміз қол ұстасып баққа барған, үміт сыйлап атқан әр таң, сыр самалы соққан алдан, саған айтқан сырларымды талқайыңдар жаттап алған. Жәудір көздердің жарқылы қайда, сол бір кездердің тартуы қайда, өтіп жатыр ма сенің де мендей сағынышпенен әр күнің ойда, өтіп жатыр ма сенің де мендей сағынышпенен әр күнің ойда. Бар ғаламнан мақтау алған жан едің сен, әппақ арман, сол бейнеңді өшпейтіндей жанарыма сақтап алғам. Ес бермейтін көк бораннан, қорықпастан аттан алғам. Ал өйткені менің жаным сен сыйлаған отта қалған. Жәудір көздердің жарқылы қайда, сол бір кездердің тартуы қайда, өтіп жатыр ма сенің де мендей сағынышпенен әр күнің ойда, өтіп жатыр ма сенің де мендей сағынышпенен әр күнің ойда. Жәудір көздердің жарқылы қайда, сол бір жатыр ма сенің де мендей
Сағынышпенен әр күнің ойда, өтіп жатыр ма сенің де мендей? Сағынышпенен әр күнің ойда, жәудір көздердің жарқылы қайда? Сол бір кездердің тартуы қайда? Өтіп жатыр ма сенің де мендей? Сағынышпенен әр күнің ойда, өтіп жатыр ма сенің де мендей? Сағынышпенен әр күнің ойда. Осы найзағай көңіл деген өлеңнің оқиғасын концертінде айтшы деп маған инстаграмнан көптеген кісілер өз аузынан естейік деп өтініш жасады. Сонымен ашып айтып берейін сіздерге. Бүгін өзі бір ашылатын күн болып тұр. Халық деген Алланың бір аты, халықтан ештеңені жасыруға болмайды ағайын. 2009 жылы колледжді бітіретін жылы Қызылорда қаласында бет ашып тұрған кезінде үлкен осы лауазым бір ағамыз келіп маған ұсыныс жасады. Бітіргеннен кейін Жүргеновке кел, мен саған оқуға экзамсыз түсуге көмек берем деп. Актерскийге түсіріп берем деп, мен қуанып, визиткасын алып, мәз болып, аңсаған арманым ғой. Ауылға барған кезімде дипломымды алып, үйіме барсам, қара шаңырағым қаңырап бос тұр. Баяғы балалық балдәурен өткен үй, шөп өсіп кеткен, адам тұрмаған дегендей. Есіктің алдында ойланып отырып, ешқайда бармайтынын түсіндім. Бауырларыма төркін керек, ертең қарындастарымды ұзату керек дегендей. Өзім сол үйдің түтінін түтету керек екенімді сезіп, бүкіл арманды, жастық жігерді, өнерді барлығын тәрк етіп, ауылда қалдым. Сол ауылда қалғаннан кейін өз-өзін жоғалта бастадым. Той деген бөлек нәрсе, сахна деген бөлек нәрсе ғой. Күнде той болғанмен көңілім тоймады тойға. Ортаны аңсайсың, сахнаны аңсайсың, мен неге бұлай болып қалдым екен, неге мен шықпауым керек дегендей. Серік бауырларым Ибрагимов, теледидардан көрем күнде, қызғанбайым, қызығам, ішім қайнайды. Сөйтіп жүргенде өз-өзімді қайрап жазған өлеңім еді. Жоғалмайын, жарқ етейін, жабырқай бермейін деп. Өз-өзің жаттай сыйла, жат бойыңнан түңілсін дегендей. Сөйтіп өмірге келген өлең болатын бұл. Кейінірек Төреғали бауырымыз шамалы сөзін өзгертіп орындады. Бірақ қазір қазақтың балалары бір-бірімен тату болсын деудің орнына бір-біріне айдап сап, араздастыратындар көбейіп кетті. Неше түрлі қауесет жүр елдің арасында. Төреғали мен Әл-Фараби сол сөзін өзгерткен Аян Сейітов төбелесіп қалыпты, жағастасып қалыпты дегендей. Оның барлығы өтірік ағайын. Бәрімізде бір кемедегі жандар болғаннан кейін ат төбеліндей аз қазақтың балалар бір-бірімен жаға жыртыспайық деп, мен ешқайсына ренжіген жоқпын. Аянға білдем ренжіген жоқпын, өйткені ол өте өрелі жігіт, тағдырлы жігіт, азамат жігіт. Сөздің, өлеңнің парқын білетін бауырым, болар елдің баласы, бірін-бір батырдыр деген. Аян бауырым мен үшін батыр, мен жүрегіме жақын жігіт. Бір найзағай көңіл жібер бауырым, Сезімнің қуат
көшіне ердің өмірдің сынақ әсіне көндім аңсаумен талай шаршаулы едім ақыры сені түсімде көрдім ақыры сені түсімде көрдім жүрушем сені айнала торып алдартымды да болжамай толып қашанғы бұлттай жабырқай берем жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып сонша жалынсыз байнан тұнжырап келдім тағы үнсіз қайдан жеңілсе бақыт жеңілсе мұң махаббат деген қарусыз майдан махаббат деген қарусыз майдан түймедей баққа таңырқай көрме инедей мұңды найзадай көріп жауатын бұлттай жабырқай бермей жарқ ете қалшы найзағай болып жарқ ете қалшы найзағай болып шалқар көлемнің өзіңе үлкен артар сенімім жанартау жүрек жарыла жаздап дариядай тасыр дархан көңілім дариядай тасыр дархан көңілім жүрушем сені айнала алдартымды да болжамай толып қашанғы бұлттай жабырқай берем жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып жалғанның жауһар лағылын сұрап азапқа жүрсің бәрібір шыдап махаббат майдан жүрек жауынгерді көр тағы бір сынап жауынгерді көр тағы бір сынап түймедей баққа таңырқай көрме инедей мұңды найзадай көріп жауатын бұлттай жабырқай бермей жарқ ете қалшы найзағай болып жарқ ете қалшы найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып жарқ ете қалшы найзағай болып Ал мен мынау елден 50 жыл бұрын өткен шашының қызымын. Қазір мен қатты қобалжып отырмын. Мен әке шешесін жақсы танитынмын. Ол Жабаевтардың әулеті. Сондықтан мына Алматыда тұрамын негізі. Естіп осы концертке келдім. Роза, айналайын.
мына менің жолымды берсін, мынау таза күмістен соғылған. Ал мына күміс жүзік өзім арнап алып келгем, келіннің аты кім еді? Келін. Мария.